7 бет. Луффи таңырқап. Мен Сан. Бұл тағы кім өзі? Рот Эльбафта ол дәл осы атпен белгілі. Сендер мектепте болғансыңдар ғой. Сол жерде ұстаз Риплиді кездестірдіңдер ме? Міне оның күйеуі. Луффи түсініп. Демек, сен анау кішкентай алып баланың әкесің бе? Мен Сан күліп. Кішкентай алып бала дедің бе? Дұрыс айттың. Нами? Демек, сендер Рипли мен Калонды танисыңдар, солай ма? Мен Сан, ол анасына тартқан. Бойшаң болып өскен. Сондықтан да, мен оны ешқашан қолыма алып көрген емеспін. Қазір оның жасы 20-да, ал Риплидің жасы 80-де. Ол менен үлкен. Мен Сан, айтарым, алыптармен үйлену өте қиын. Мен қартая беремін, ал олар мүлде өзгермейді. Нами? Иә, расында. Бірақ, бұл қалай болуы мүмкін, деп Нами аң-таң болады. 8 бет. Мен Сан төменге қарай секіріп түседі, Луффи жаққа қарай жақындайды. Махаббат. Ешқандай шектеу болмайды. Нәсілдер әрқашан араласқан. Бірақ, гибридтерге өмір ешқашан оңай болған емес. Дегенмен, әр заманда бәрін тең көретін адамдар табылады. Мысалы буканьер, досын ұзын қолдар, ұзын аяқтар, батондар. Зоро таңырқап. Қарап тұрсам, сен көп нәрсе білетін сияқтысың. Сен кімсің? Мен Сан. Мен махаббаттың миссионерімін. Луффи. Санджи қартайғанда, сірә дәл осындай болып кететін шығар. Күліп, ата, біз Локидің шын жырын ашатын кілтті іздеп жүрміз. Мен Сан демек Локи. Таңырқап тұрады. Локи туралы жақсы мәліметтер білет деген сөз. Айтпақшы, мен Сан Санджиге қатты ұқсайтын сияқты. 9 бет. Мен Сан. Менің жақсы көретінім осындай нәрселерді бақылау. Басқалар қалай ғаламат шулатып жатқанын қарашы. Ашы дауыспен айқайлай. Бұл әңгіме Локи жайында болса керек. Мен Сан, сабырлы дауыспен. Сен Локидің кім екенін білесің бе? Оны сен не істемексің? Егер бірдеңе қате болып кетсе ше, деген сөзбен Луффиге сұрақ қояды. Луффи. Мен жай ғана оның сазайын беремін. Қайтадан кісенге байлаймын деп жауап береді. Мен Сан таңырқап. Оны қызыл шашты деп аталатын қарақшы ұстап алғанға дейін Эльбаф жерінде ешкім оны тоқтата алмаған деп сөзін аяқтайды.